кылыпсызган. Selam dostlar, sizinle birlikte ben Atlay'ı Biraz күндерден кейін адам өзінің тағы Қалған көрген şu videoga қорқынышты қараймыз түсін ғой. Twitterге жазады. Камин, Адамның түсінде кітапханада жүргенін көрген. Сол кезде бір орындықта отырып адамға тесіле Все қараған. достlar. Одан адам: "Дэвид мырза, сіз қалай өлдіңіз?" Дүкендегі апаттан болып. Дүкенде не болып еді? Басыма кітап сөресі құлап кеткен. Кім сенің басыңа сөре құлатты? Дэвид жауап берген жоқ. Адам одан үшінші сұрақты сұрап қойғанын енді ғана байқады. Және оянып кетті. Адам үшінші сұрақты сұрап қойғанына қатты уайымдаған. Одан ол зерттеу жасап бастаған. Нью-Йорк қаласы. Сол кездерде адамның үстіндегі пәтер тұрғындары көшіп кеткен. Одан сол сәтте барлық бәле мүмкін менің пәтерімде шығар деп ойлаған адам бос қабатқа көшеді. Онысы рас болғандай Дэвидті 1-2 ай бойы түсінде көрмейді. Сырт деп, ақырын есіктің дүрбісінен сурет тартқан. Өйткені адам есікті тура ашудан қорыққанын айтады. Және оның дүрбеден түсірген фотосында бір олы кетерінде үйіне жасырын камера орнатып кеткен. Ол үйінде 3 апта болмаған кезде оның үйінде бір жасыл орындық пайда болған. Және заттар өзіндігімен қозғалған бейнелер түсіп қалған. Және оның мысықтары бір бәлені көргенде тура секіріп, ауадағы нәрсені ұрғылап дегенде түсініксіз қылықтар жасаған. Адамның үйінде келгенде де осы нәрселер жалғаса берген. Үстіңгі қабатқа көшсе де Дэвидке бәрібір секілді. 2017 жылдың қараша айында адам қайта Дэвидті түсінде көргенін айтқан. Осы жолғы түсуде дәл алдыңғыдай болған. Сол кезден бастап адам телефонды өзімен бірге алып жататын болған. Егер қандай да бір жағдай болса, тура айғақ факт ретінде видео немесе фото тартамын деп ойлаған шығар. Адам біраз күннен кейін Дэвидтің суретін түсіріп алған. Оны қалай түсірді дегенде 60 секунд сайын фото түсіретін программа мен камераны қойып өзі ұйқыға кеткен. Одан адам үн-түнсіз Твиттерге еш нәрсе қоймай жоқ болып кетеді. 2018 жылдың қаңтардың 17-сінде ол осы оқиғалардан кейін соңғы 2 апта бәрі тынышталып қалды. Мен ешқандай түс көрген жоқпын. Ұйқым тынышталды бастысы. Бәрі жақсарып қалды деген пост қойған. Одан қайтып адам Дэвид жайлы еш нәрсе айтпаған. Осылай осы оқиға аяқталады. Ал енді бұл оқиғаны жерден ап жерге салып көрсек. Бұл оқиға көпшіліктің сенуіне басты себеп болған нәрсе мысықтардың видеосы еді. Және басында адам кәдімгідей бұл жағдайдан қорқып, істеу керек әрекеттің бәрін істеп көрген. Және ол адамдардың неге бұл үйден көшіп кетпейсің деген сұрағына: "Мен жалғыз басты қарапайым тіршіліктегі жігітпін. Менде мынандай аз төлем төлейтін, жұмыс орныма жақын, баспана табу өте қиын болғандықтан бұл жерден көшіп кете алмаймын" деген жауап берген еді. Сондықтан көпшілік бұған түсіністікпен қарап, бұл байқұсқа шынымен осындай оқиға орын алды деп бәрі сеніп қарады. Бірақ әрине бұл оқиға өтірік. Өйткені алғашынан ақ барлық нәрсені уақытымен оқиға қылып Твиттерге жүктеп отырғаннан ақ оның көпшіліктің назарына түсуді жоспарлағаны белгілі болған. Және ол комик суретшісі болып жұмыс жасайды. Сондықтан оған бұндай оқиға құрау қиын емес. Және ол фотошоп пен видеомонтажды меңгерген керемет маман. Үйінен жасыл орындықтың пайда болуы, Дэвидтің суреті бұл енді қисынға келмейтін фантастика. Және оның үйден көшіп кеткен себебі де керемет сұрақтан жалтару әдісі. Үйінде мынандай бір пәлекет пайда болса, сол сәтте пұтың атышып жоқ болып бермейсің ба? Ал енді сұрақ, онда Адам Мелизге неге хайп керек болды? Ол 9 ай ішінде миллиондаған оқырман жинап үлгерген. Оның себебі бұл енді жарыққа шығатын Дэвид мырза киносының қара пиары. Давайте видео канал, лайк, подписывайтесь.